Ғаламторда жыл сайын тіпті күн сайын белгісіз жаратылыстар туралы қорқынышты видеолар пайда болады. Әрине, олардың көбісі монтаж болса, ал кейбіреулері шынайы болуы мүмкін. Жалпы бүгінгі видеомыз ерекше болмақ. Бүгін біз сіздерге камераға түсіп қалған белгісіз жаратылыстардың 3-ші бөлімін ұсынатын боламыз. Бұл жер ақш-тағы ең қорқынышты елес қалалардың бірі болып саналады. Өйткені сіз бұл жерге ешқашан жалғыз келе алмайсыз. Бұл видеоның авторы түнде осы аумаққа келіп белгісіз тіршілік иесін көреді. Беті ақ, шашы жоқ жаратылысты көргенде автор қатты қорыққаны анық. Видеоға мұқият қарасақ, оның беті маскаға немесе макияжға ұқсамайды. Өйткені ол басын бұрғанда жаратылыс шынайы көрінеді. Жалпы біздің арнамызда осыған ұқсас видео бар. Қараңыздар, екеуінің түрлері кішкене болсын бір-біріне ұқсайды, және екеуі де бірдей уақытта түсірілген. Жалпы менің ойымша, бұл видео адамдарды қорқыту үшін әдейі түсірілген көрінеді. Өйткені бұл видео біреу емес, уже екіншісі пайда болды. Яғни бұл видеоны 100% жалған дегім келеді. Фил есімді осы видеоның авторы әруақтар мекендейтін тастанды театрды жалғыз зерттейді. Біз Филдің орындықта отырғанын көреміз, ал одан кейін Филдің артындағы бір нәрсе қозғалады. Сөйтіп Фил басқа бөлмеге баруды шешеді. Одан кейін Фил бір шкафты тауып алып, оның есігін ашқанда бұл видеоны Джек есімді адам түсірген болатын. Нәтижесінде видеоға таңғажайып тіршілік иесі түсіп қалады. Тіпті біз бұрын соңды мұндай тіршілік иесін көрген емеспіз. Басында автор жай ғана пейзажды түсіремін деп ойлаған болатын. Ал одан кейін төменде таңғажайып тіршілік иесі байқалады. Менің ойымша, бұл видео монтажға ұқсайды. Бірақ адамдардың айтуы бойынша бұл видеоны шынайы дейді. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Бұл видео шынайы ма әлде жалған ба? Комментарийге жазып кетіңіздер. Осы видеоның авторы Ромео және оның достары трендке кіру үшін, яғни танымал болу үшін сұмдық заброшкаға барады. Және олар сол жерден қорқынышты жаратылысты көреді. Жасөспірімдер жаратылысты көргенде қатты айқаймен қашуға тырысады. Олардың айтуы бойынша жаратылыс филиппиндік Манангал есімді вампирге ұқсайды. Жарайды, Манангал туралы кейінірек айтып беремін. Енді видеоға оралатын болсақ, видео кино сияқты түсірілген. Бәлкім видео жалған болуы да мүмкін. Сондықтан мен видеоның жалған немесе шынайы екенін әзірге білмеймін.
2015 жылдың қазанында бұл видео ғаламторға жүктелген болатын және бейнебақылау камераға біртүрлі кадрлар түсірілді. Видеоға мұқият қарасақ, орындықтардың бірі дірілдей бастайды және артқа қарай құлап түседі. Адамдар сол жерге тез жиналып, не болғанын түсінбей біраз тұрады және біраздан кейін біртүрлі ақ фигураның жүгіріп өткенін көруге болады. Егер видеоны жай қылсақ, ол фигура жоғалып кетеді. Бұл кішкентай баланың елесі болуы мүмкін, немесе қандай да бір жұмбақ жаратылыстардың бірі болуы да мүмкін. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Роджер есімді осы видеоның авторы Үндістандағы Харада орманда досымен бейнехабарламаны осылай сөйлесем деп ойлаған жоқ. Роджер кенеттен белгісіз дауыстарды ести бастайды және оған белгісіз біреу жақындаған кезде Роджер қашып кетеді. Роджердің қашып кеткені дұрыс болды. Өйткені видеоны жай қылсақ, зомби тәрізді тіршілік иесін байқауға болады. Әзірге бұл жаратылыстың не екені әлі күнге дейін белгісіз. ютубқа жүктелген бұл видео көрермендерді таң қалдырды. Видеода демалушылар жақсы көңіл-күймен демалып отырады. Кенеттен олар белгісіз қорқынышты дауысты естиді. Бастапқыда демалушылар бұл дауысқа мән бермей отырады. Одан кейін видеода кішкентай мақұлық пайда болады. Әрине, бұл орман гоблині болуы мүмкін. Және әрі қарай ол жерде не болғаны белгісіз. Өкінішке орай бұл видео осы жерден аяқталады. Сонымен достар, видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және осындай қорқынышты видеолардың шыққанын қаласаңыздар, онда комментарийге жазып кетіңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.